біз не және оны қалай пайдалануға болады? Алдымен оны қосу керек. Біз осы плюс белгісін басу арқылы тректерді таңдау терезесін ашамыз және трек маркерінің түрін таңдаймыз. Содан кейін оның атын өзгертуге болады. Егер сіз автоматты маркер атауының атын өзгертпесеңіз және маркер тректерінің санын басқара алмасаңыз, жеке маған әдетте бір маркер трек керек. Бірақ сіз ешқашан білмейсіз, кенеттен сізге көбірек қажет болады. Осы тректі басыңыз, сонда сіздің жобаңызға маркер трек қосылады. Бұл маркер жолында осы трекке салуға болатын маркерлердің екі түрі бар. Бірінші түрі position маркері, ал екіншісі cycle маркері деп аталады. Енді мен олардың қалай ерекшеленетінін көрсетемін. Мысалы, маркермен сурет салу үшін курсорды қойып, осы түймені басуға болады, немесе Alt пернесін басып тұрып, кез келген бос аймақты басуға болады. Бұл да өте ыңғайлы. Бұл маркерлерді, мысалы, әннің қай бөлігі қай жерде орналасқанын көрнекі түрде түсіну үшін пайдалану ыңғайлы. Олардың атын өзгертуге болады. Біз оларды бөлектейміз және инфолайнға жазамыз. Мысалы, бұл өлең болады. Бұл, мысалы, хор болсын, бұл кіріспе болсын. Жақсы делік, бірақ бұл маркер осындай көпір болады. Енді олардың атауы өзгертілді, және сіз осы маркерлер бойымен low, кей түймесі арқылы секіре аласыз. Теперь они переименованы, и по этим маркерам можно прыгать с помощью кнопочки. Оны тінтуірдің сол жақ түймешігімен нұқыңыз, сонда сіздің маркерлеріңіздің тізімі пайда болады. Сіз басқан курсор сол жерге секіреді. Егер сізге маркер орналасқан жерге жылдам өту керек болса, бұл өте ыңғайлы. Бұл жолда сызуға болатын маркердің екінші түрі cycle маркерлері деп аталады. Егер сіз осы түймені басаңыз, онда автоматты түрде бүйірлік маркер тірегі пайда болады. Дәлірек айтқанда, бүйірлік маркер сіздің жобаңыздың шеңбермен синхрондалған түрде жасалады. Қараңызшы, мен осы түймені басып тұрмын, және автоматты түрде бүйірлік маркер жоба шеңбермен синхрондалған түрде пайда болады. Бірақ егер сіз, мысалы, осы бүйірлік маркерді осы аймақта емес, басқа жерде салғыңыз келсе, басқару түймесін басып тұрыңыз, және, мысалы, 13-ші өлшемнен 21-шіге дейін, 1-ден 9-ға дейін, мысалы, және 25-тен 33-шіге дейін осылай сызыңыз. Енді мен олардың не үшін қажет екенін айтайын. Мен жеке өзім қолданамын. Cycle маркері жобаның әртүрлі бөліктерін көрсету үшін тректерді жиі қолданады. Терезе экспорттау. Міне, аудио миксдаун. Мен сізге бұл терезе туралы сәл кейінірек басқа бейнелерде айтып беремін. Менің YouTube каналымды қадағалаңыз, және осы терезеде осы cycle маркер тректері пайда болады. Міндетті түрде қадағалаңыз. Бұл өте қызықты. Мен сізге кейінірек айтамын. Егер сіз бұл cycle маркер тректерін жобадан әртүрлі бөліктердің нәтижесі ретінде пайдаланбасаңыз, онда сіз оларды осылай пайдалана аласыз. Мысалы, сіз бұл cycle маркер жолын осылай атайсыз. Өлеңді осы маркерлер сияқты атауға болады делік. Сіз оларды бірдей атай алмайсыз. Басқаша атай аласыз, және біз оны, мысалы, хор деп атаймыз. Ал келесісін, мысалы, көпір деп атаймыз. Сіз қалайсыз делік. Сіз хорды шеңбер бойымен тыңдап, ондағы бөлікті өзгерткіңіз келеді делік. Бұл хорға шеңбер қою өте оңай. Дәлірек айтсақ, бұл сіздің шеңберіңіздің маркерлері. Оларды тышқанмен осылай сүйреп апарудың қажеті жоқ. Мұны істеудің қажеті жоқ. Тышқанмен бүйірлік маркерді 2 рет басуға болады. Осылайша бам, және сіздің шеңберіңіз бүйірлік маркер орналасқан жерге секіреді. Бұл өте ыңғайлы. Сол сияқты low, кей түймесінің көмегімен сіз өзіңіздікінің үстінен секіре аласыз. Осы cycle маркерлерінің үстінен секіре аласыз. Дәлірек айтқанда, курсорды сол жерге лақтырып, шеңбер бойымен секіре аласыз. Дәлірек айтқанда, шеңберді орынға жылжыта аласыз. Шеңбер осылай қозғалады. Бұл да өте ыңғайлы. Бірақ мен әдетте тінтуірдің сол жақ батырмасын 2 рет басамын. Бұл маған әлдеқайда ыңғайлы болып көрінеді. Сонымен қатар өте керемет. Сіз өңдегіңіз келетін жерге масштабтау жасай аласыз. Мысалы, сіз хорды өңдегіңіз келеді. Хорды нұқыңыз, сонда сіз бұл хорды толығы экранға шығарасыз. Яғни хорды толық экранға шығарасыз. Бұл тректің белгілі бір бөлігін ғана егжей-тегжейлі өңдеу қажет болғанда өте ыңғайлы. Әрі қарай,
Егер сіз инспекторды ашсаңыз, міне, ол экранның сол жақ аймағындағы сол жақ аймақта. Содан кейін маркер жолын таңдаған кезде, осы инспекторда қосымша функциялар пайда болады. Егер сіз edit түймесін басаңыз, онда осы инспектор терезесінің кеңейтілген нұсқасы пайда болады. Және осы жерде параметрлер бөлімінде, мысалы, бірінші құсбелгіні қоюға болады. Және сізде D маркері, трек маркері болады. Бұл реттік нөмірлер. Оларды көрсетуге болады. Қалағаныңызша көрсетудің қажеті жоқ. Көрдіңіз бе? Олар 1, 2, 3 болып көрінеді. Енді олар жоғалып кетеді. Келесі маркер. Бұл да өте ыңғайлы. Мысалы, курсорды бір уақытта хор басталатын жерге жылжытқыңыз келсе, және шеңберді хор басталатын жерге жылжытқыңыз келсе. Бір уақытта төмен пернені, хорды басыңыз. Сонда сіз курсорды да, шеңберді де, хор ойнайтын жерге жылжытасыз. Келесі құсбелгі, синк селекциясы. Ол таңдауды осы терезеде және орналасу терезесінде синхрондайды. Мен, мысалы, кіріспені таңдаймын. Мен осы маркерді алдым, және синхрондалған таңдауды осы терезеден осы терезеге қарағанда қысқа етіп жасадым. Білмеймін, мен оны әдетте қолданбаймын. Өйткені мен бұл терезені өте сирек ашамын. Тек оларды реттеу үшін. Содан кейін мұнда маркерлерді қосуға болады. Оларды жоюға болады. Маркерлердің түрін таңдауға болады. Және олардың атын өзгертуге болады. Мысалы, позицияларды қалпына келтіру, маркерлерді қалпына келтіру. Міне, мен мұнда көріп тұрмын. Екінші маркер трек, cycle маркер трек, содан кейін бірінші, содан кейін үшінші. Сіз оларды қалпына келтіре аласыз. Мысалы, D маркерлерін таңдаңыз, және олар орналасу ретіне қарай автоматты түрде орнатылады. Сонымен, cycle маркері туралы тағы не деуге болады? Мен бәрін cycle трек маркері туралы айтып бердім. Жалпы, егер кенеттен трек маркері туралы сұрақ